Аягай, бұл сөз біраз лемес еді. Ауыл кешкісін ерекше тыныш болатын. Күн батып, аспан қызғылт тартып, қоңыр самал терезелерді жай ғана сипағанда, адамдардың ішінде айтылмай қалған сырлар оянып кететіндей. Аягай сол кеште әдеттегідей үйінің алдындағы ескі орындықта отырған, қолында шәй, көзі алыста. Жасы 50-ге таяп қалған, бірақ жүзінде бір түрлі ауыр салмақ бар еді. Бұл жастықтың емес, өмір бойы іште қалған сөздердің салмағы. Сол кезде қақпаның сыртынан күлкі естілді. «Аягай!» деді бір әйелдің дауысы, жартылай қалжым, жартылай сынал сияқты. Аягай селк ете қалды. Бұл дауысты ол бірден таныды. Бұл Жанар еді. Жанар ауылдағы ең көп әңгіме шығаратын әйелдердің бірі. Күйеуі қалада жұмыс істейді, өзі ауылда. Көз қарасы ұзақ, сөзі астарлы, күлкісі қауіпті. «Не болды, Жанар?» деді Аягай, даусын сабырлы ұстауға тырысып. Жанар қақпадан кіріп келе жатып, баяу жымиды. «Аяға, кеше клубтың жанында айтылған сөзді естідіңіз бе?» деді ол жақындап келіп. «Қандай сөз?» Аягайдың жүрегі бір сәтке қатты соғып кетті. Жанар оған тым жақын келді, өте жақын. «Аяға, сен мүлде басқаша адамсың ғой» деген сөзді, деді ол сыбырлап. Бұл бір ауыз сөздің артында бүкіл ауылдың өсегі, тыйым салынған қызығушылық, жылдар бойы жиналған үнсіз құмарлық тұрғанын Аягай жақсы түсінді. «Адам деген адам ғой», деді ол көзін тайдырып. Жанар күлді. «Жоқ, Аяға, сізді бәрі ондай деп ойламайды. Кейбіреулер сізді тым тыныш, тым жай деп санайды». Ол кідірді. «Ал кейбіреулер мүлде керісінше». Аягай шайын қоя салды. Қолдары дірілдеп кеткенін сезді. «Өсекке сенбең, Жанар», деді ол қысқа ғана. «Бұл өсек емес», деді Жанар баяу. «Бұл әйелдердің сезімі». Осы сөзден кейін ауа ауырлап кеткендей болды. Екеуі үнсіз қалды. Аягай сол сәтте түсінді. Бұл әңгіме бүгін басталған жоқ, және бұл кек бір әйелге қатысты емес еді. Бұл оның жастық шағынан бастап көзге айтылмаған, бірақ көзқараспен, тыныспен, үнсіздікпен жеткізілген бір үлкен құпияның басы болатын. Жанар кетіп бара жатып, артына бұрылды. «Аяға, кейде бір ауыз сөз адамның бүкіл өмірін өзгертіп жібереді. Сақ болыңыз». Қақпа жабылды. Аягай жалғыз қалды. Ал ішінде бұрын ешқашан оянбаған сезім қозғала бастады. «Мен шынымен кіммін? Ауыл көріп жүрген Аягай ма? Әлде ешкім білмейтін басқа адам ба?» Осы сұрақпен түн басталды. Ауыл аузындағы Аягай. Аягай ол түні ұйықтай алмады. Төсекте бір қырынан екінші қырына аунап, төбеге ұзақ қарап жатты. Жанардың дауысы, көз қарасы, сыбырлаған сөзі қайта-қайта ойына келе берді. Бұл өсек емес, бұл әйелдердің сезімі. Ол бұрын мұндай сөздерді өзіне қарата естімеген, немесе естсе де байқамаған болып келген. Аягай ауылда жақсы адам атанған, тыныш, үндемейді, ешкімнің ісіне араласпайды. Әйелдерге де, еркектерге де бірдей салқын. Бірақ дәл сол салқындықтың астында бір жұмбақ барын ауыл баяғыдан сезетін. Таң ата Аягай дүкенге шықты. Ауылдың жалғыз дүкені өсектің орталығы. Ол кіре бергенде іште отырған екі келін бір-біріне қарап жымың ете қалды. «Ассаламағалейкум», деді Аягай. «Уағалейкум ассалам, Аяға», деді біреуі сәл ұзақ қарап. Екіншісі үнсіз қалды. Аягай томаздықшқа қарай жүрді, бірақ арқасымен-ақ олардың көзқарасын сезіп тұрды. Бұл көзқарас жай қызығушылық емес еді, бұл тексеру. «Аяға», деді сатушы әйел, даусын әдейі жұмсартып. «Шәй аласыз ба?» «Иә». «Өзімізге ме?» Бұл сұрақтың астарында бір түрлі нәрсе бар екенін Аягай сезді. «Өзіме», деді ол қысқа. Сатушы күлді. «Жалғыз адамға көп шәй керек қой». Аягай ештеңе демеді. Бірақ дәл осы сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Ауыл сөйлей бастаған. Ол үйіне қайтып келе жатып, өткен өмірін еске алды. Жас кезінде де ол осындай еді. Сөзге саран, көзге өткір.
Қыздар оның қасында өздерін бір түрлі сезінетін, бірі қорқатын, бірі қызғатын, бірі тіпті тыйым салынған нәрсеге жақындағандай күй кешетін. Бірақ Аяғай ешқашан бірінші қадам жасамаған. Адам өзін ұстай білуі керек деп өсірді оны әкекесі. Сол тәртіп оны сақтап қалды ма, әлде ішінен жеп бітірді ме, оны өзі де білмейтін. Кешке қарай Аяғайға күтпеген қонақ келді. Бұл Сәуле еді. Сәуле мектепте істейтін жесір қалған әйел. Даусы жұмсақ, жүзі тыныш. Бірақ көзінде бір түрлі мұң бар. Аяға, мазаламайын ба? Деді ол есік алдында тұрып. Жоқ, кіріңіз деді Аяғай сәл абдырап. Сәуле ішке кірді. Үйдің іші тым тыныш еді. Шәй ішейік деді Аяғай. Жақсы деді Сәуле. Олар қарсы отырып қалды. Араларында шәй, ал арасында айтылмаған сөздер одан да көп. Аяға, деді Сәуле бір кезде. Ауылда сөз көп қой. Аяғай басын көтерді. Қандай сөз? Сәуле көзін төмен салды. Сіз туралы. Үнсіздік. Адам туралы сөз болмауы мүмкін емес деді Аяғай. Сәуле баяу жымиып қойды. Бірақ кей сөздер жай сөз емес. Ол керең дем алды. Мен сізге бір нәрсе айту үшін келдім, бірақ қорқып отырмын. Аяғай оның көздеріне қарады. Бұл көздерде өкініш, үміт және тыйым салынған батылдық бар еді. Айтыңыз, деді ол жай ғана. Сәуле сыбырлады. Кейде әйел адамға біреу қарап қана қоймай, оны шын мәнінде көретін еркек керек. Бұл сөз Аяғайдың ішін қарып өтті. Ол алғаш рет түсінді. Оның үнсіздігі әлсіздік емес, ал оның сабырлығы кейбіреулер үшін қауіпті тартым екен. Ал бұл тек бастамасы еді. Бір кеш, бір сөз, бір шек. Сәуле кеткеннен кейін үй бұрынғыдан да тыныш болып қалды. Тыныштық кейде демалыс емес, сынақ. Аяғай терезе алдына барып сыртқа қарады. Ауыл шамдары біртіндеп жанып жатыр. Әр үйде бір тағдыр, бір құпия. Мен не істеп жүрмін, деп ойлады ол. Неге дәл қазір бәрі қозғала бастады? Ол өзіне көп сұрақ қойды, бірақ бірде-біріне нақты жауап таба алмады. Сол түні Аяғайға телефон соғылды. Аяға, деді таныс дауыс. Бұл Жанар еді. Тыңдап тұрмын. Сәуле сізге барғанын білемін, деді ол тікелей. Аяғай үндемеді. Ауыл кішкентай ғой деп жалғастырды Жанар. Мұнда ештеңе жасырын қалмайды. Сіз не айтқыңыз келеді, деді Аяғай сабырмен. Жанар бір сәт үнсіз қалды. Аяға, сіз неге бәрін үнсіз жасайсыз? Неге ешқашан ашық айтпайсыз? Мен ештеңе жасап жүрген жоқпын. Жанар күліп жіберді. Міне осыңыз. Дәл осы үнсіздігіңіз адамдарды шатастырады, әйелдерді өзіне тартады. Аяғай жүрегінің соғысын сезді. Аяға, деді Жанар бәсеңдеп. Кейде еркек адамға таңдау жасауға тура келеді. Қандай таңдау? Үндемей қалу, немесе жауап беру. Қоңырау өшті. Аяғай телефонды үстелге қойып ұзақ отырды. Ол бірінші рет өз өмірінде бір шекке жақындағанын сезді. Ертеңіне ауылда бір түрлі ауа болды. Адамдар әдеттегідей амандасады, бірақ көз қарастары өзгерген. Кейбір әйелдер оған бұрынғыдан да ұзақ қарайтын болды. Кейбір еркектер сақтықпен. Аяғай өзгеріп бара жатыр деген сөз сыбырмен тарады. Кешке қарай Аяғайды ауыл шетінде тұрған ескі клубқа шақырды. Сылтау жиналыс. Бірақ ол ішінен білді. Бұл жиналыс емес еді. Клубта бірнеше адам ғана болды. Олардың ішінде Жанар да, Сәуле де бар. Жарық әлсіз, ауа ауыр. Аяға, деді Жанар орнынан тұрып. Біз сізбен ашық сөйлессек дейміз. Не туралы? Сәуле көзін төмен салды. Сіз туралы, деді Жанар. Аяғай жымиған жоқ. Мен жай ғана адаммын. Жоқ, деді Жанар. Сіз айна сияқтысыз. Әйелдер өз сезімін сізден көреді. Бұл сөз залды тып-тыныш қылды. Сәуле басын көтерді. Аяға, деді ол дірілдеген дауыспен. Біз сізден ештеңе сұрамаймыз. Кек бізді алдамаңыз. Мен ешкімді алдаған емеспін. Үнсіздікте алдау болуы мүмкін,
деді Жанар. Осы сәтте Аяғай орнынан тұрды. Мен ешкімге уәде берген жоқпын, бірақ бір нәрсені айтайын. Барлығы оған қарады. Мен ешқашан біреудің шегінен аттаған емеспін. Ал егер біреудің сезімі оянса, ол менің емес, оның ішіндегі жауапкершілік. Сөз ауыр тиді. Сәуленің көзінде жас тұрды. Жанардың жүзінде ашу. Онда бәрі түсінікті, деді Жанар суық үнмен. Бірақ бұл әңгіменің соңы емес. Аяғай клубтан шықты. Түн салқын. Аспанда ай жарқырап тұр. Ол алғаш рет өмірінде сезді. Ең қауіпті нәрсе адамның өзі емес, оның айналасында оянған сезімдер екенін. Ал бұл тек алдындағы дауылдың алдындағы тыныштық еді. Ай жарығындағы шешім. Ай сол түні ерекше жарық болды. Ауыл үстіне ақшыл сәуле төгіліп, әр үйдің көлеңкесін ұзартып жібергендей. Аяғай баяу жүріп келе жатты. Клубтан шыққалы бері жүрегі тынышталмады. Сөздер емес, айтылмай қалған сезімдер мазалады. Мен қашып жүрмін бе? Әлде өзімді сақтап жүрмін бе? Осы оймен үйіне таяғанда, қақпаным жанында біреудің тұрғанын байқады. Аяға. Бұл сәуле еді. Жеңіл күртеше киген, шашын жай ғана байлап алған. Ай сәулесі оның жүзін жұмсартып жіберген. Не болды? Деді Аяғай. Сөйлесу керек, деді сәуле. Қазір. Аяғай ішке шақырмады. Екеуі аулада қалды. Аяға, деді сәуле көзін көтеріп. Мен бүгін шындықты айтпасам, өзімді кешірмеймін. Аяғай үндемеді. Мен сізді бұрыннан білемін, бірақ соңғы уақытта сізге басқаша қарай бастадым. Ол керең дем алды. Бұл сіздің кінәңіз емес, бірақ мен үнсіз жүре алмаймын. Аяғай оның сөзін бөлмеді. Мен сізден ештеңе күтпеймін, деді сәуле. Кек, сіздің үнсіздігіңіз мені адастырады. Ай жарығы екеуінің арасына түсіп тұрғандай, жақын, бірақ қол жетпес. Сәуле, деді Аяғай ақыра. Мен адамдардың сезіммен ойнағым келмейді. Ал өз сезіміңіз ше, деді ол. Бұл сұрақ майзадай тиді. Аяғай алғаш рет жауап таппай қалды. Сол сәтте аула сыртына тағы бір көлеңке түсті. Қызық, деді таныс дауыс. Бұл Жанар еді. Аяға, сіз әрқашан осылай ма? Біреу жылап тұрғанда, біреу күліп тұрғанда, бәріне бірдей үнсіз бе? Сәуле селк ете қалды. Жанар, кет, деді ол. Жоқ, деді Жанар. Бұл әңгімені енді тоқтатпаймыз. Ай жарығында 3 адам тұрды. Үшеуінің ішінде 3 түрлі сезім. Аяға, деді Жанар жақындап. Сізді ауыл еркек деп құрметтейді. Ал әйелдер сізден белгі күтеді. Қандай белгі? Деді Аяғай қаттырақ. Шындықты. Ол бір сәт ойланып қалды. Сосын баяу сөйледі. Шындық па? Онда тыңдаңыздар. Екеуі тына қалды. Мен ешкімге уәде берген жоқпын. Бірақ мен де тірі адаммын. Менде де сезім бар. Тек мен оны тәртіптен жоғары қоймаймын. Сәуленің көзінен жас шықты. Сонда біз үшін орын жоқ па? Деді ол. Аяғай басын шайқады. Әркім өз орнында болғаны дұрыс. Жанар күрсінді. Демек, бәрі осы ма? Иә, деді Аяғай, осы. Ай бір сәтке бұлттың артына кіріп кетті. Қараңғылық түсті. Сол қараңғылықта сәуле бұрылып кетті. Жанар соңынан ұзақ қарап тұрды. Аяға, деді ол ақырын. Сіз өзімізді жеңдім деп ойлайсыз. Бірақ кейде ең ауыр жеңіс өз сезімімді тұншықтыру. Ол да кетіп қалды. Ай қайта шықты. Бірақ аулада тек Аяғай ғана қалды. Ол аспанға қарады. Ай қайтадан көрінді. Сол түні Аяғай шешім қабылдады. Ол бұдан бұлай үнсіз айна болмайды. Бірақ бұл шешім ауылды тыныш қалдырмайтынын ол әлі білмеген еді. Үнсіздіктік бағасы. Таң тыныш атты. Бірақ ауыл бұрынғы ауыл емес еді. Аяғай ерте оянды. Түнгі әңгімеден кейін көзі ілінбей шыққан. Ай сәулесі кеткенімен, оның ізі іште қалып қойғандай. Ол аулаға шығып, орындыққа отырды. Дәл сол орындықта ол талай жыл бойы ештеңе айтпай, көп нәрсені ішіне сақтап келген. Үндемесең тыныштық болады деп ойлайтын бұрын.
Бірақ бүгін ол басқа нәрсені сезді. Үнсіздікте қымбатқа түседі. Көп ұзамай көрші кемпір қақпадан сығалап өтті. «Аяғай», деді ол созып, «түнде қонақ көп болды ғой». Аяғай ештеңе демеді. «Жанарда сәуледе көрініпті» деп қосты кемпір. «Ай астында ұзақ тұрған екенсіздер». Аяғай басын изеп қойды. «Ел не демей жатыр», деді кемпір басын шайқап. «Әйел заты ғой, ол кетіп қалды». Ал сөз ауылға кетіп бара жатты. Түске дейін Аяғай 3 түрлі адамнан бірдей сұрақ естіді. Әрқайсысы басқаша сұрады, бірақ мағынасы бір. «Аяғай, не болып жатыр?» Ол бәріне бірдей жауап берді. «Ештеңе емес». Бірақ ештеңе деген сөз енді ешкімді сендірмейтін. Түстен кейін Аяғай ескі сандықты ашты. Бұл сандықты ол жылдар бойы қозғамаған. Ішінен сарғайған сурет шықты. Жас Аяғай. Қасында бір қыз. Оның аты Мәриям еді. Бұл есімді ауылда ешкім білмейтін. Мәриям Аяғайдың жастық шағындағы жалғыз махаббаты. Бірақ ол махаббат та үнсіз өткен. Ол кезде де Аяғай батыл болмады. Сөз айтпады. Қыз басқа адамға тұрмысқа шықты. Ал Аяғай сол күннен бастап өзін бір шекке қамап қойған. Сезім әлсіздік деп. Ол суретті ұзақ қарады. Сосын тағы бір зат шықты. Хат. Ашылмаған. Мәриям жазған хат. Аяғай қолы дірілдеп конвертті ашты. «Ай, егер бұл хатты ашсаң, кеш болып кеткен шығар. Мен сенің үндемейтініңді түсінбедім. Бірақ сенің көзқарасыңды түсіндім. Егер сен бір ауыз сөз айтсаң, бәрі басқаша болар еді». Аяғай көзін жұмды. Міне, үнсіздіктің бағасы. Бір ғана сөз айтылмаған. Бір тағдыр өзгермеген. Сол сәтте есік қағылды. Бұл сәуле еді. «Аяға», деді ол. «Мен кетіп бара жатырмын». «Қайда?» деді Аяғай. «Ауданға, жұмыс ауыстырамын». Аяғай үндемей қалды. «Мен сізді кінәламаймын», деді сәуле. «Бірақ мен де өзімді жоғалтқым келмейді». Ол бұрылды. «Аяға, кейде бір ауыз сөз адамды ұстап қалады». Есік жабылды. Аяғай орнында ұзақ отырды. Хат қолында. Ол сол күні бір шешімге келді. Енді ол үнсіз қалмайды. Бірақ бұл шешім тым кешпеді. Оны алдағы күндер көрсететін. Бір ауыз сөз. Ауылда сол күні жиналыс болатыны белгілі болды. Ресми себеп су мәселесі. Бірақ бәрі білді. Әңгіме басқа. Аяғай таңнан бері дайындалып жүрген жоқ. Ол жай ғана отырды. Ал ішінде бір сөз айналып жүрді. Айтылмаған сөз. Клуб іші лық толы. Еркектер алдыңғы қатарда, әйелдер арт жақта. Көзқарастар бір нүктеге, Аяғайға қадалды. Ол баяу кіріп келді. Бұрынғыдай емес. Бұл жолы оның жүрісі анық, көзі тура. Жиналыс басталды. Біреу су туралы айтты. Біреу жол туралы. Бірақ ешкім тыңдап отырған жоқ еді. Ақыры ауыл ақсақалы сөз алды. «Аяғай», деді ол, «ел ішінде әңгіме көбейіп кетті. Тыныштық керек». Аяғай орнынан тұрды. Залда тыныштық орнады. «Мен бір ауыз сөз айтайын», деді ол. Бұл сөздің өзі залды дір еткізді. «Мен ешкімнің отбасына, абыройына қол сұққан жоқпын. Ешкімге уәде бермедім. Ешкімді алдамадым». Жалар арт жақта тік отырды. Сәуле жоқ еді. «Бірақ», деп жалғастырды Аяғай, «мен де тірі адаммын. Сезімнен қашып жүріп, мен бір қателік жасадым». Залда сыбыр күшейді. «Мен тым ұзақ үнсіз болдым. Сол үнсіздік кейбір адамдарға үміт, кейбіріне ауырлыға келді». Ол бір сәт тоқтады. «Бұл үшін жауапкершілік менде де бар». Бұл сөз күтпеген еді. Ақсақал басын изеді. «Егер біреуді адастырсам, кешірім сұраймын. Ал егер біреу менен артық мағына іздесе, ол да тоқтасын». Залда ауыр тыныштық. «Осы менің бір ауыз сөзім». Аяғай отырды. Біреу қол соқты, біреу үндемеді. Бірақ бәрі түсінді. Бұл әңгіме аяқталды. Кешке қарай Аяғай үйіне қайтып келе жатып, жол шетінде сәулені көрді.
Кетпедім бе, деді ол. Кетемін, бірақ соңғы пойыз ертең, деді Сәуле. Аяғай тоқтады. Сәуле, деді ол. Мен бір кезде бір сөз айтпай, бәрін жоғалттым. Сәуле оған қарады. Қазірде кеш пе, деді ол. Аяғай демін алды. Жоқ, деді ол. Қазір кеш емес, бірақ мен уәде бермеймін, кек шын боламын. Сәуле жымиып қойды. Бұл жымиыс үміт емес, тыныштық еді. Маған да осы керек, деді ол. Ай жарығы екеуінің үстіне қайта түсті. Бұл жолы ол суық емес еді. Аяғай сол түні ұйықтады, ал ауыл алғаш рет тынышталды. Бірақ ең бастысы, ол өзіне бір ауыз сөз айтты. Енді мен қашпаймын. Ауыл біртіндеп сабасына түсті. Сөз азайды. Көзқарастар бұрынғыдай өткір емес. Ай әлі де түн сайын шығады. Бірақ ол енді басқа жарық шашатындай. Аяғай кешкісін үйінің алдында отыратын әдетін қайта тапты. Сол ескі орындық, сол баяу тыныс. Бірақ ішіндегі адам өзгерген еді. Енді ол үнсіздіктен қашпайды. Бірақ оны қалқанда қылмайды. Сәуле уәдесінде тұрды. Ертеңіне ол ауданға кетті. Кетіп бара жатып артына қараған жоқ. Бұл реніштен емес, ішкі келісімнен туған әрекет еді. Аяғай соны түсінді. Жанар да бұрынғыдай емес. Көзімен сынамайды. Кейде алыстан ғана қарап өтеді. Ол да бір нәрсені ұққандай еді. Кейбір адамдарды жеңу мүмкін емес. Оларды тек қабылдауға болады. Бір кеште Аяғай ескі сандықты қайта ашты. Мәриянның хатын қайта оқыды. Бұл жолы ауырсынбады. Кеш емес, деді ол өзіне сыбырлап. Хатты қайтадан орнына қойды. Бірақ енді ол өкініш емес, сабақ еді. Ауылда жаңа өсек пайда болды. Бірақ ол Аяғай туралы емес. Бұл ең үлкен жеңіс болатын. Түн. Ай аспанда баяу жылжып барады. Сол баяулығымен, сол сабырмен. Аяғай аспанға қарап отырып ойлады. Адамды қауіпті ететін оның қалауы емес. Қауіпті ететіні айтылмаған сөзі. Ол орнынан тұрды. Үйге кірді. Жарықты өшіріп терезеден айға соңғы рет қарады. Ай астында тыныштық орнады. Бұл тыныштық қорқыныш емес, бұл саналы тыныштық еді.